облыс боюнча экология департаментинин мамандары менен таза Казакстан акция аясындағы қала және аудан аумақтарында заңсыз шоңғарланған 76 нүкте қоқыс үйінділері анықталды. Қазіргі кезде аталған нүктелер бойынша деректі тиісті аудан және қалалық жергілікті атқарушы органдар тазалау үшін жолданған болатын. Сондай-ақ 24 жылы облыс аумағында ғарыштық мониторинг бойынша 12 қоқыс анықталып, бірақ әлі жойылған жоқ. Департамент шұғыл жұмыстары жүргізуде. Ендігі кезекте қалдықтарды күйі туралы кері байланыс процесінің схемасын Қазақстан ғарыш сапары экология және табиғи ресурстар министрлігімен бірлесіп, табиғат гов.кз веб-платформада табиғи ресурстардың интерактивтік картасы әзірленіп және тәжірибелік пайдалануға енгізілді. Платформа мемлекеттік органдар, жергілікті атқарушы органдар, табиғат пайдаланушылар мен жұртшылық үшін географиялық картада қоршаған орта ресурстарының жай-күйі туралы деректі жинаудың, жүйелеудің, сақтаудың, өңдеудің және визуализациялық ақпарат жүйесін білдірді. Яғни бұл платформада ғарыш сапарынан жаңағы нүкте анықталғаннан кейін бұл жаңағы қоқыс, заңсыз қоқыстар, жаңағы анықталған заңсыз қоқыстары жаңағы сол порталға енгізетін болады. Соның ішінде сол жаңағы түскен нүктенің 5 күн уақыт ішінде жаңағы жергілікті ауыл қала әкімдері жаңағы көріп, сол 5 күн ішінде барып, сол заңсыз орналастырған қоқыс үйінділерін қарап, талдап, соның ішінде 25 күн ішінде соның жойылуы керек болады. 25 күннен кейін жойылмаған уақытта біздің департамент, экология департамент Маңғыстау облысы бойынша жауапты лауазымды тұлға міндетті түрде шара қолданатын болады. Құрметті маңғыстаулықтар, қазіргі таңда өздеріңізге белгілі, заңсыз қоқыс аясында бір тонна төккен полигон ертеңгі күнде 100 тонна болатын өздеріңізге белгілі. Сондықтан осы табиғатқа, жанашырларға осы немқұраймен қарау керек деп ойлаймын. Әр уақытта көрген уақыттарыңызда, біреу төгіп жатқан уақытта заңсыз қоқыстың машина номерін фотоға түсіріп, видеоға түсіріп, біздің департаментке жолдауыңызды сұраймын. Сондықтан да осы өзіміздің киелі мекеніміз Маңғыстаудың таза болуы бәрі өздеріңіздің қолдарыңызда. Біздер әрқашанда осы заңсыз қоқыстарды күресуге дайын екенімізді білдіремін. Рахмет.